Бүгін бізде не емес, ойын емес, мен тек Сталин ағаны не үшін қарайтынымды айтатын болам. Мен Сталин ағаның видеолары андай детский емес, сосын кейін андай қызық, қорқынышты ойындар. Нұрлан Қаламның видеосын әрекет түсірді. Менің де видеоларым оған қызық болып, мен де жарнама жасады ол маған. Сонымен оның видеоларым қызық, өте қызық маған. Андай ән айтқаны, тренировка жасаған. Сосын кеше подписчиктерге бір көмек жасап, сондай бір нәрсе фишкаларын ютубта тез дамудың фишкаларын үйретті, қаншама сөйтіп ютубына салып. Бірақ та оның видеосы не үшін дамымайтын екенін білмеймін ше. Бірақ маған өте қатты ұнайды Сталин аға. Мен Сталин аға сияқты болғым келеді. 2000 подписчик жинап, сол ютубына салды ғой мен видеомды. Сол кезде менің просмотрларым көбейді. Бір подписчик соның арқасында, бір подписчик Сталин ағадан келдім деді да тіркеліп кетті. Ал ютуберлердің көбісі Сталин аға сияқты соның бүкіл маған жазды. Күшті болды деп. Ойнат ағаның Сталин ағаның жарысы деген кезде Сталин ағаның арқасында мен кәдімгі жетістікке кішкене болсын жеттім. Енді Сталин аға рахмет айтам. 3-4 ютуберлер жазды қанша мәрте. Мен де болатын шығармын сояқта, ютуберлердің жарысында болатын шығармын деді. Сол енді оларға я деп шықтым, не деп шықтым да кейінірек нелер шығады енді. Қанша мен Алик Кезектің фанаты болдым. Олардың өзіне де кәдімгідей олар жайлы да видео түсіргенмін. Ол кезде кәдімгі не болды маған. Олар тым байқамады. Көбінесе солардың шайқастары жүреді ғой Нұржан мен Алик Кезектің. Сол кезде екеуі де бірдей тең келіп қалған. Сөйтіп ол да кәдімгідей просмотр жинады, бірақ лям қойған Сталин ағаның несі. Сталин аға мен Ойнат ағаның несі видеосы мен өзім жасаған. Бірақ ол кәдімгідей лям қойды. Ойбай, потолок болды. Уже елу просмотрға жақындап қалды ол. Оның өзі маған көп болды, елу просмотрының өзі. Сонымен енді Сталин аға жайлы видеолар көп болатын шығар. Маньякта кино ешкім Қазақстан тарихында ешкім кино жасамаған андай қылып. Подписчиктері өледі оның. Майнкрафттан мод жазып, не істеп, Майнкрафттан кино түсіру енді қиын нәрсе негізінде. Сіздер де білесіздер, кезек болып 5 адам болып ойнағанның өзінде де қиын. Бір нәрсені бұзып алсаң, не істеп алсаң, Кристайл тобы бар емес па? Солар да GTA-дан кино түсірмекші болды ғой. Кристайл бүкіл Нұрлан Қаламда болды ол кезде. Бүкіл олды тек қана Сталин аға болмады. Ол кезде кішкентай болды. Мен де кезде сөйтіп олардың бәрі GTA 5-те түсірді ғой кино. Ол кезде не жазу керек еді, модпен істеу керек еді. Бүкіл машинаны бұзып әкелді. Кішкене видеоларын қарадым, машиналарын бұзған қаншама мәрте бұзып алып әкеліп жарып қойған. Мені көп адам қалмайтын еді. Енді көп адам қайтын шығар деген ойдамын. Енді сау болыңыздар достар. Лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Бұл Сталин аға жайлы мен қызық Сталин ағаның видеоларын жарнамалаған сияқты болдым. Өйткені ол қызық Сталин аға жайлы видео достар. Енді сау болыңыздар достар.